Бота үлкен әулеттің тұңғыш ұлы. Қанатқа тұрмысқа шықты. Қанат 6 ағайынды еді. Қанаттың артынан ерген 2 ұл, 3 қыз бар. Бәрі бір үйде тату-тәтті тұрып жатты. Ата-енесінің бота дегенде шығарда жаны бөлек. Әсіресе енесі үлкен келініне шаң жуытпай алақанында ұстады. Бота да бұндай тату отбасына келін боп түскені үшін бақытты еді. Қанаттың бауырларын өз бауырларынан кем көрмеді. 2 қайнынысы, 3 қайнсіңлісіне бірден жылы қабақ танытты. Олар да үлкен жеңгелерін ағаларымен теңдей сыйлап, жақсы көрді. Бота босағаға аттамай тұрып, көтеріп қалған еді. Келін болып түскенде ішінде 1 айлық сәбиі болды. Қанат сүйіктісінің адалдығына күмән келтірген емес. Құрсағына сәби біткенін естігенде қатты қуанып, сүйген қызын үйіне әкелуге асықты. Той дүркіреп өтті. Үлкен әулет, туған туыс Қанаттың қуанышын көтеріп алды. Қанаттың әке жағынан да, шеше жағынан да туыстары ерекше емшіл еді. Қанатқа тойдың ауыртпалығы білінген жоқ. Дабыра басылған соң, Қанат пен Ботаның ерлі-зайыптылар ғұмыры басталды. Ботаның 2 қабат екенін естіген Қанаттың туыстарының қуанышында шек болған жоқ. Ботаны енесі күтіп баптап, күн әрі сорпалады. Әйел адам дені сау баланы дүниеге әкелу үшін алдымен миы тыныш болу керек. Ештеңе уайымдама. Бір нәрсеге көңілің толмаса, маған айт, қызым. Өзім реттеймін. Сен менің үлкен келінімсің. Сен дүниеге әкелетін сәби осы шаңырақтың тұңғыш немересі болады, деп Ботаға ерекше қамқорлық танытты. Ботаның жүктілігі жеңіл өтті. Тіпті ішінде бала бар екенін де сезбей жүгіріп, ойнап кететін. Ондайда атасы, ерке келінім, әлі балалығы басылмаған деп маңдайынан сипап қоятын. Бота үйдің келіні емес, сындай болды. Енесі еш баласын келініне қарсы сөйлеткен жоқ. Тіпті Қанатты да Ботаға аузын ашып, қатты сөйлей бастаса, тәйт, о несі, мін термей тыныш отыр, деп киіп тастайтын. Бота үй тірлігіне епсіз еді. Енесі, өзім үйретіп алам, құдағи. Еті сіздікі, сүйегі менікі. Боташ ендігі жерде сіздің қызыңыз ғана емес, менің келінім деп Ботаның анасына оңашада айтқан. Енесі сөзінде тұрды. Ботаға әліпби үйреткен мұғалім секілді үй тірлігінің бәрін үйретті. Нәтижесінде Бота қолынан бәрі келетін 5 аспап келіншекке айнала бастады. Бота айы күні жетіп дүниеге ұла келді. Ұлдың атын Есіл деп қойды. Есіл дүниеге келгенде ата-енесі ұлан асыр той жасады. Тұңғыш немерені перзентханадан шығарып алуға туысқандардан құралған тұтас бір қауым ел келді. Қанат лимузин жалдапты. Домбырашылар да, әншілер де осында. Думандатқан топ қуаныш үстіне қуаныш үстеді. Бота мәз мейрам боп, келген адамның әрқайсысына рахметін жаударды. 1 апта үйден қонақтың үзілген жоқ. Достардан бөлек, біресе ата-енесінің жолдастары, біресе жұмыстастары, біресе көршілері құттықтап шығады. Ботаның әке-шешесі де сол аралықта ат терлетіп келіп, қызының қуанышын бөлісті. Туысқандар тарқаған соң енесі, Боташ, Есілді омыраудан шығар, қойныма жатқыз, өзім бауырыма басып алам, деді. Ботаның жүрегі су етті. Мама, менің омырауым қатып қалады ғой, түнімен еміспесем, деді Бота. Енесі үндемеді. Сол күннен бері үйде балаға талас басталды. Есілді қатты күткен енесінің ойы баланы бауырына басып келіннің қырқынан шыққан соң жұмысқа шығарып жіберу еді. Бота оған көнбеді.
баламды ешкімге бермеймін, жұмысқа шықпаймын деп, Есілді құшақтап жатып алатын. Ене мен келін арасына сызат түсті. 15 жылдан кейін көрген қызығым Есілімді бермей, келінім мені сыртқа тебеді. Бауырыма салып берсе, ешкімнен кем қылмай бағып алар едім. Өсе келе, бала әке-шешесін өзі-ақ тауып алады, деді енесі. Бота терең күйзеліске түсті. Енесінің Есілді қатты жақсы көргені соншалық, тіпті емізіп отырса да, немересіне тесіліп қарап, келіннің жанында отыратын. Түнде сәл шыр етіп жыласа, енесі атып тұрып, келін баласының бөлмесіне кіріп келетін. Неге жылатасыңдар? Әкел, маған бер, дыбысын шығармай бағайын, дейтін енесі. Ондайда Бота ашуға бой алдырып, бара-бара түнде бөлменің есігін іштен кілттеп жататын болды. Не жұмысы бар? Есіл менің балам. Неге кірісе береді? Деп Бота Қанатқа мұңын шаға бастады. Қанат не шешесін, не әйелін жақтарын білмей, екі оттың ортасында қалды. Үйдегі ұрыс-керіс күн өткен сайын өши түсті. Бота мен енесі Есілге келгенде екі жаққа қарап, сөзге келіп қала беретін болды. Енесі өз балаларын қалай өсірсе, Есілді де солай өсіргісі келді. Ал Бота өз дегенін істеуге тырысты. Есілді шондырудың өзіне екеуі таласып қалатын. Енесі баланы орап қойса, келіні шешіп тастайды. Енесі бесікке жатқызса, келіні бесіктен шешіп, қоларбаға жатқызып қояды. Бір-біріне ерегісіп істей ме, әлде қалай болып жатқанын үйдегілердің ешқайсысы түсінбейді. Бота келін болып кішіреймейді, енесі үлкендігін танытпайды. Бір үйдегі қос әйел бір-бірімен тіл табыспайынша, бұл ұрысқа нүкте қойылмайтыны анық еді. Әр нәрсенің шегі бар. Бір күні Бота ұйықтар алдында Қанатқа бұдан әрі төзбейтінін айтты. Қанат бұл үйден кетейікші деп бастады әйел әңгімесін. Мама тыныш өмір сүруіме мүмкіндік бермейді. Есілді бауырына салып бермейінше, маған маза жоқ сияқты. Баламды бере алмаймын. Біз үйленерде олай келіспеп едік қой, Қанат, деді Бота. Енді мен анама не деймін? Бере сал баланы. Сен де шешемнің көңіліне қарауды білмейсің. Қарт кісі ғой, сәби иісін сағынған шығар. Қойнына салып бергеннен Есіл жаман болып кетпейді ғой. Керісінше бар жан тәнімен немересін жақсы көріп тұрса, соған бола үйден кетеміз дейміз бе, деді Қанат. Қанат, сен қалайша түсінбейсің? Қазір Есілді мамаға берсек, ол ертең өсе келе бізді адам құрлы көрмей кетеді ғой. Балаға тапқан адам емес, баққан адам ыстық, деді Бота. Онсыз да қазақта тұңғыш немере ата мен әженікі. Есілді біз тусақ та, ол әке-шешемнің баласы. Баяғыдан келе жатқан салт, ештеңе істей алмаймыз, деді Қанат. Бота, мен Есілдің болашағын ойлап отырмын. Екі жақты бала болып өссе, бәрімізге қиын болады, деп сыламсырады. Бер, түнгі 3-ке дейін емуге тұрғанша мамамның жанында жатсын. Түнде қайтып әкеліп алам, деді де, Қанат Есілді көтеріп алып, анасының жанына жатқызу үшін бөлмеден шығып кетті. Бота көзі дөңгелеп қала берді. Есілім, кешірші анаңды, кейін мені кінәлар ма екенсің? Анам неге мені әжеме берді деп, маған кінә қояр ма екенсің ұлым? Мен шарасызбын. Қолымнан ештеңе келмейді. Не сенің болашағың, не өз болашағым, екеуінің біреуін таңдауым керек, деп ойлады Бота. Есілім, жаным, келдің бе жарығым, деп арғы бөлмеден енесі немересіне мейірленіп жатты. Бұл қандай махаббат өзі? Бота түнімен жылап шықты. Баламды меншіктеп алды, деген ой жанын жегідей жеп барады. Қанат теріс қарап ұйықтап қалды. Ана мен баланы айырған тас жүрек деп біресе күйеуіне ренжіп жатып, ұйықтап кетіпті. Бота көп өтпей төркініне баратын болды. Енесі Есілді сағынатын болдық деп көз жасын бір сығып алды. Не болды соншама? Мәңгілікке кетіп бара жатқан жоқпын.
1 ай болып қайтып келем. Мен де үйімді сағынам ғой, деп сілкінді Бота. Төркіні Ботаны құшақ жая қарсы алды. Есілді еркелетіп, жиендеріне ат мінгізді. Бота Есілді өзінің анасына қарай икемдей берді. Нағашы әжесінің балаға ебі жоқ. Көбіне сырттың жұмысымен қолы тимейтін. Бота баласын өз туыстарынан қызғанбайды. Ал Қанаттың туыстарына жақындаса, төбе шашы тік тұрып, баласын алып қашатын. Сөйтіп жүргенде жылдар жылжып, қайнінілері ер жетті. Қайынсіңлілері де бой жете бастады. Күндердің бірінде Қанаттан кейінгі ұл үйленем деген әңгіменің шетін шығарды. Қайнінісі үріп ауызға салғандай сұп-сұлу келін әкелді. Келіннің аяғы құтты болып, келгеннен жаңа отбасына қиналмай сіңіп кетті. Мінезі ақжарқын келін бәріне ұнады. Ботаның алдында да жеңгелеп жүрген соң, Бота келініне жылы қабақ танытты. Келін 9 айдан соң дүниеге шекесі торсықтай ұл әкелді. Есілдің артынан бауыр інісі еріп, ата-енесінің қуанышында шек болған жоқ. Келін перзентханадан шыға салысымен баланы енесі екеуі бірлесіп баға бастады. Бір табақ жұтқанын көрмепті. Үнемі: «Мама, қойныңызға алып жата беріңіз, сіздердің тәрбиелеріңізді көрсе жаман болмайды», деп баланы кемпір шалға итере беретін. Бота таң қалды. Бір әңгіме үстінде келіннен сұртылықтап сұрады: «Балаңды қызғанбайсың ба?» деді Бота. «Неге қызғанам? Өз тұқымдары, ата-әжесінің тәрбиесін көріп өссін. Ол кісілердің енді қанша ғұмыры қалды?» Үйдегілердің аңсары бірте-бірте қайнысының ұлына ауа бастады. Есіл шетте қалғандай болды. Сол кезде барып Бота өзінің қателігін түсінгендей болған. Қызғаныш деген қызыл ит ішін тырналап, көзін байлапты. Ұлын қызғанам деп жүріп, өз ата-әжесінен, өз тамырынан ажырата жаздапты. Бұл ойға терең бойламаған Ботаның ішінде енді келіне деген өшпенділік оты тұтана бастады. Осының баласына бәрі жақсы көріп тұрады екен, менің Есілім кімнен кем, деген Бота өзінің бұрын басқан шоғын қайта басқалы жатқанын түсінген жоқ. Бір күні енесі 2 немересіне 2 кофта сатып әкеліпті. Екеуіне бірде алам ба деп едім, бітіп қалыпты. Амал жоқ, екеуіне 2 түрлісін алдым, деп сөйлеп кірді енесі. Ботаның көзіне келіннің ұлына келген кофта қымбатырақ көрінді. Бағасын білдіртпей қарап алды. Расымен кішкентай немереге алған киім бұның баласына алған киімнен 1000 теңгеге қымбат екен. Бота жарылып кете жаздады. «Мама!» деп айғайлап жіберді. Базардан шаршап шалдығып келген енесі аяқ суытып демалып отыр еді. Ботаның айғайынан селк ете түсті. «Мама, мына кофта Есілге тар», деді Бота қалшылдап. «Ойбу, қалайша тар?» деп енесі таң тамаша болды. «Мына кофтаны барып ауыстырып келейін», деді Бота. Еркің білсін келін», деді де енесі кіші келіне. «Шырағым, шай қойшы», деп дауыстап орнынан тұрып кетті. Арғы бөлмеде жүрген кіші келін еркектеп ас үйге кіріп бара жатты. «Әне, айттым ғой, апам бізді бөледі. Кіші келіні десе шығарда жаны бөлек, менің сөзімді тыңдамайды да», деп ойлаған Бота қолындағы кофтаны умаждай ұстады. Бота Есілді көтеріп алып базарға бармақ болды. Енесінің бала қарайтын хәлі жоқ. Төсегіне қисайған күйі ұйықтап кетіпті. Ағарған шашы орамал астынан долдап шығып тұр. Әжім тұрлаған жүзі сондай жылы. Бота ешкімге ләм деместен Есілді алып базарға тартып отырды. Жылап келеді. «Мен үлкен келінмін. Есіл осы үйдің үлкен немересі. Бірақ неге екенін қайдам? Бәрі келін мен баласына шаң жуытпайды. Бізді шетке қаға бастады», деп іші дарылды. Базарда кеш батқанша жүрді. Үйге барғысы келмейді. Бәрібір бұны істеп жатқан ешкім жоқ. Қолындағы аз-мұз ақшасына баласын киіндірді. Есіл сәби кезінен анасынан бір елі ажырап көрмеген. Бота кешқұрым үйіне қайтып келді. Қанатпен ашық сөйлеспек. Үйге келсе ешкім бұның жоқтығын байқамаған тәрізді. Мәз-мейрам боп үстел басында кешкі тамақтарын ішіп отыр екен. Ботаның кеудесін кернеген ыза одан әрі өршіді.
бұл үйде мен адам емеспін, менің де баланым да сұрауы жоқ деп ойлаған Бота есілін құшақтап кешкі тамақ ішпестен ұйықтап қалды. Таң сібілей бастаған тырс еткен дыбыстан шошып оянды. Қанат жұмысына кеткелі жатыр екен. Күйеуі бұған бұрылып та қарамайды. Кешегі ашуы әлі тарқамапты. Басы мең-зең. Қанат, мені неге оятпағансың? Деп өзімен өзі киініп жатқан күйеуіне дүрсе қоя берді. Ұйықтасын дедім. Кеше базарға барыпсың ғой, шаршаған шығар дедім. Қанат. Я бардым. Не алғанымды сұрамайсың ба? Саған бәрібір ме? Деді Бота. Әйелдің ащы тілі еркектің шамына тие бастады. Болмашы сөз таластырудың арты үлкен ұрысқа ұласты. Бота даусын қатты-қатты шығарып, өзінің өкпесін ақтарды. Қанат соңында екі құлағын жауып алып, бөлмеден безіп шықты. Таңғы шайын ішпестен көлігін оталдырып, жұмысына кете барды. Бота ашу үстінде өзінің не істеп жатқанына есеп берген жоқ. Кеудесінде қордаланған қызғаныш үлкейіп, өсіп, дер кезінде тізгіндемегендіктен келіншекті тура жолдан тайдыра бастаған еді. Басында баласын қызғанды, енді келінін күндеп жүр. Бұл үйде тұра алмайды, төркінге кетеді. Енесі ояу жүр екен. Қолындағы түйіншекке бір ұйқылы ояу есілді, бір иығы шойырылып, әрең көтеріп тұрған үлкен келініне бір қарап, аңтарылып қалды. Келін, не жағдай? Деді сосын. Мен кетем, деді Бота. Иә, не болды? Деді енесі сабырлы түрде. Бота ақиқатын айта алмады, бергі жағын жеткізді. Қанатпен ұрсып қалдым, деді еш кінәсі жоқ күйеуін себеп етіп. Келін, шырақ, күйеумен әр ұрысқан сайын кете бересің бе? Қайтып отбасы болмақсың. Отбасы болам десең, бөлмеңнен шыққан ұрысты сыртқа шығарма. Екінші, мына баланың қарны аш, кешеден бері нәр тартқан жоқ. Есілді бер әкел, өзің бар да бетіңді жуып шай қой, деп енесі қолын созды. Анауыңды таста, деді. Сосын келіншектің қолындағы затты нұсқап. Бота көзі мөлдіреп тұрып қалды. Енесінен көп нәрсе сұрағысы келеді, бірақ батылы жетпейді. Бұған да керегі сол. Пенде шіркін қай жерден де, кімнен де жылулық іздейді екен-ау. Бірақ ол жылулықты алу үшін адам өзі бірінші жылу шашу керектігін Бота ескермепті. Енесімен бірге отырып шай ішті. Көптен бері осылай емен жарқын отырмапты. Бір кезде кіші келін ұйқысынан тұрды. Бота тыжырынып сала берді. Кіші келін үйдің ішінде тұратын барлық адамды себепсіз, қайтарымсыз жақсы көреді. Тіпті Ботаны да. Ботаның өзіне бір бармағын бүгіп жүргенін сезбейді. Жеңге, әрі отырыңыз, мен қияйын. Ойбу, бүгін ұйықтаппын, ұят болды, деп кіші келін орамалын түзеп, қысылып, қымтырылып, шәйнекке қолын соза берді. Түске дейін ұйықтапсың, деп мырс етті Бота. Аузынан бұл сөздің қалай шығып кеткенін өзі де аңғармай қалды. Келін үндемеді. Ой, жеңеше, түнде кеш жатып едім. Әлгі Кореяның сериалы ше, қызығына түсіп кетіппін. Сөйтіп таңғы 4-те ұйықтадым ғой, деп күлді сосын. Сөздері зілсіз, ар жағында ештеңе жоқ. Аңқылдап шындығын айтып отыр. Бота енесіне жалтақтап қарады. Келінге тап берсе екен деген мысық дәмесі бар. Енесі кіші келінімен қосыла күлді. Шырағым, сен де кезімізде бәріміз де сөйткенбіз. Біздің заманымызда Корея сериал деген жоқ, деп әңгімесін айтып ақтарылып кетті. Бота да сысқанынан өзін қинап жымиғансыды. Тез-тез ішіп орнынан тұрып кетті. Алдымен баласын енесінен қызғанды, енді енесін келіннен қызғанып жүр. Сөйтіп жүргенде кіші келін бір күні үйге қуанып кірді. Келе сала жымың-жымың етіп енесіне қарай жүрді. Апа, бұйыртса тағы да немерелі боласыз, деді мәз болып. Енесі қатты қуанып, шырағым, енді күтініп жүр, деді. Бота естісе де естімеген кейіп танытты. Кіші келіннің қуанышы ұзаққа созылмады. Екінші баласын көтергелі ауру сырқауы көбейіп, әл дәрменсіз жатып қалатынды шығарды. Бұндайда үйдегілердің бәрі келінді ойбектейді.
ал үйдің қара жұмысы Ботаның мойнына артылды. Ботаның қабағы ашылмайтын болды. Қит етсе, жаны қиналып, ауырып жатқан келін күндеп, анау не істеп жатыр дейтін болды. Кіші келін тіпті өз баласына қарай алмай ішкенін құса бастады. Дәрігерлер бәрі жүктіліктен дейді. Кей адамдарда жүктілік осылай қиын өтетінін Бота жақсы біледі. Білсе де, келіннің өтірік істеп жатқандай көріне беретін. Бір күні шыдамы әбден шегіне жетті. Келіннің бөлмесін айқара ашып жіберіп, күн ұзақ телефон шұқылап өтірік ауырып жатқанша, мына үйдің тірлігін істесеңші, саған күң болдым ғой, деп айқай салды Бота. Абысынынан бұрын-соңды қатты сөз естіп көрмеген келін абдырап, жеңге, қоя салыңыз, қазір өзім істеймін, деді сасқанынан. Сүйретіліп орнынан тұрып, тау боп үйіліп жатқан ыдыстарды жуа бастады. Бота сонда да басылмады, күңкілдеп сөйлеп жүр. Бір сәтте ас үйден гүрс еткен дыбыс шықты. Жүгіріп барса, келін еденде құлап жатыр екен. Оқиғаның мән-жайын үйдегілердің бәрі естіді. Әсіресе енесі Ботаға ашуланып, «Ей, сол 5 тал ыдысты өзім-ақ жуар едім ғой, келіннің обалына қалып жүрмесең игі, ит жерік ішкені бойына батпаған соң, әл бола ма? Бота шырағым, сен әйел басыңмен осылай істесең, басқалары не істемейді?» деді. Енесінің сөздері Ботаның жанына батып кетті. Есілді көтеріп алып, заттарын жинап кетемге басты. Енесі бұл жолы үлкен келіннің жолында тұрмады. Есілді тастап кете бер, сені ұстамаймыз. Бар айтқаны осы болды. Бота қызғаныштың соңы үлкен дауға айналғанын, үйдегілердің көңілін қалдырғанын соң бірақ түсті. Қанат болса еліне, сені осыншама ақымақ деп ойламаппын. Есілді қалдырасың, өзің қайта кетем десең де жолың ашық, деді. Бота кетем дегенде ашудың буымен айтқан. Үйдегілер болса, Ботадан теріс айналып, балаға шын талас енді басталды. Бота Есілді қайын жұрты оңайлықпен жібермейтінін түсінді. Отпен ойнаған күйеді. Бота жып-жылы ұясын өз қолымен ойрандағанын енді ұқты. Басындағы бағын бағаламапты. Алтындай енесінің, қамқор күйеуінің, ақкөңіл қайын жұртының қадірін білмепті. Істің насырға шапқаны соншалық Ботаның енесі құдағиын шақыртты. Ал құдағи, бізден кінә болса айтыңыз, қызыңыз қит етсе кетем деп заттарын жинап шыға келеді. Біз оған ләм деп аузымызды ашып жатқан жоқпыз. Келінмен күндес пе түсінбедік. Есілді бермеймін деп жылаған соң, тұңғыш немерем болса да бауырыма басып еміренбедім. Біресе Есілді бөлектейсіңдер дейтін құлағымыз болған соң естиміз. Осының көңіліне қараумен жүреміз. Бота дегеннен басқа жазығымыз жоқ. Қызын оңаша шақырып алып, саған дұрыс тәрбие бере алмаппын. Қу басыңа не керек? Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда. Не деген тойымсыз ашкөз бәлесің? Адам болмайтыныңды білгем. Ей, жанымен қайғы боп жүрген келінге не дейсің? Сәл шыдасаң, үй жайыңды алып, сыйыңмен бөлек кетер едің ғой, деп жерден алып жерге салды. Анашым, мені кешіріңіз деп жылай берді Бота. Бұл үйде қала алмайтыны анық еді. Сыйластығы жарасып келген қос құдағидың арасы осылайша бұзылды. Қанша дегенмен ана емес пе? Ботаның анасы елдің көзінше қызының сөзін сөйлеп шыр-пыр болды. Ботаның енесі тік мінезді адам еді. Есілді бермейміз, қызыңды алсаң алып кет деп тұрып алды. Бота өзі тұтатқан отты сөндіруге қауқарсыз. Үлкен дау болмашы ұзақ түйектен басталады. Арада шын ұрыс болды. Ботаның қос анасы бір-біріне айтпай келген өкпе наздарын айтып, бірінен бірі жеңілмеді. Құдалықта тағылған алтындар, қыздың артынан келген заттар, құда шайы сияқты жүн-жорағылардан іште түйіліп қалған кемшін тұстар бір-бірінің бетіне түгел басылды. Қос құдағи бір-біріне әп-сәтте дұшпан болып шыға келді. Бәрінің бастауында Ботаның қысқа ойлайтын ақылсыздау мінезі тұр еді. Соңында, жазсаң жазып таста, маған десең президентке бар, бірақ Есілді алып кете алмайсың деп күшіне мінді енесі. Ботаның анасы да қалыспады. Соттатып жіберем.
ананы баласынан айырды деп соттатам, деп ол да тілін тартпады. Осылайша Бота айрандай үйіп отырған отбасының быт-шытын шығарды. Қанат Есілді құшақтап отырып алды. Әйеліне қарап, басын шайқай берді. Баласын күштеп ала алмайтыны анық еді. Түн бата үй ішінен сөлпейіп, екі әйел шығып бара жатты. Қолдарында азын-аулақ заты бар. Бұл Бота мен оның анасы еді. Саспа, ертең полицияны әкеліп тұрып, Есілді алып кетеміз. Бұлар менің қызымды адам демейді екен, ішіме сыйған бала сыртыма да сыйады, деді ашуға булыққан Ботаның анасы. Шын мәнінде бәленің бәрі өзінде жатқанын Бота анасына ашып айта алмады, тек үнсіз жылай берді. Боздама, көз жасыңды көрсетпе, әлі көрсетем бұларға. Неге баяғыдан бері айтпағансың, байсыз қалмассың, деді Ботаның анасы. Келесі күні Бота мен анасы расымен полицияны ертіп әкелді. Есіл анасын іздеп шаутаңдап жүр екен. Полицияға Қанат та, Ботаның енесі де қарсы келе алмады. Жеткізген жерің осы, келін. Баланы әкесіз тірі жетім қылдың, деді де енесі бұрылып қарамастан өз бөлмесіне кіріп кетті. Қанат болса, ажырасуға арыз жазам, Есілге алиментті төлеймін, ал сен енді мені көрмейсің, деп ол да әйелінен көңілі қалғанын білдірді. Арада бір ай өтті. Бота төркінінде жүріп, өзінің қандай отбасын жоғалтқанын ұғына бастады. Қайтып келген қыз жаман, бәрінен де Есілге обал, әкесін, ата-әжесін сағынады. Елдің сөзі сүйектен өтеді. Ботаның ажырасып қайтып келген әкесі мен анасына оңай тиген жоқ. Бота қолда бардың қадірін білмегенін күн өткен сайын түсіне берді. Қанат айтқанында тұрды. Ай сайын ұлына деп ақша салып жібереді. Аптасына 2 рет баланы алып кетеді. Қайтып көңілін тоқ етіп келіп тастайды. Бірақ бір ретте Ботамен көріскен емес. Қалған көңіл шыққан жан. Бұрынғы әйелімен дидарласуға құлқы да жоқ. Арада жарты жыл өткенде Қанаттың 2-ші рет үйленгелі жатқанын естіді. Әлбетте, Қанат сияқты артық мінезі жоқ, тұрақты табысы бар азаматқа кім жоқ десін. Ботаның іші өртенді. Бұған дейінгі көргендері бұның қасында оншық екен. Қанаттың басқа адамға үйленгелі жатқанын көтере алмады. Саралап қараса, Қанаттың да, енесінің де, тіпті келіннің де жазығы жоқ. Бәр кінә өзінен. Бұны түсінген сайын Бота өзін жейді. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деп қазақ қалай дәл тауып айтып кеткен. Қанат тұрмысқа шықпай жүрген Салтанатты 2-ші әйел етіп алып жатыр екен. Салтанат өз-өзіне күтумен қарайтын жағдайын жасап алған әдемі келіншек. Жас кезінде жігіт таңдап жүріп қалған. Жасы 30-тан енді асқан болуы керек. Бота Есілді құшақтап, не бүлдірдім деп еңірей жылады. Бала анасының көз жасын кішкентай саусағымен сүртіп қояды. Бота терезеден қарады. Қанатпен бірге тұрғанда бақытты сәті көп болыпты. Әттең, дер кезінде бағалай алмапты. Бақыты қолынан құм сияқты сусып кетті. Алдыңғы өмірі белгісіз. Есілді сонша қызғанып еді, енді ұлы жалғыз. Ботадан басқа жанында ешкім жоқ. Балаға бекер таласыппын. Бәрі содан басталды деп. Бота бейкүнә сәбиінің болашағына өз қолымен балта шапқанын ұғынды.